өмірлеріндегі ең тупой шешімдерің қандай болды? Менде көп ондай. Сөйтіп Есен аға мені сол оқуға түсірген болатын. Айтылмайтын нәрсені айта береді екенсің. Макбугың болып кофе ішсең, уже фрилансерсың сен. Не ол тупой? Родной! Негізі соны еще оңтүстіктіктер арнайы Алматыға келеді екен. Я, оның да дәуірі өтеді, я. Плотно таяқ жеген кездерім болады. Сіздің ойыңызша неге бізде қазір реалити шоу түсірмей кетті? Пальтетпе адамдарды. Қош келдіңіз. Уже актер деген сайын бірден. Тредстан кезекті шығарылым. Бізде қонақта актер, КВНщик Еділ Анарбай. Қош келдіңіз. Уже актер деген сайын бірден әкетіп жатыр. Көке, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бұл Тредс бағдарламасы. Тредстағы бұтақтардың барлығын қазір оқимыз. Қызықты бұтақтар, қазір трендтегі бұтақтар. Бұтақтар? Иә. Веткіні бұтақтар дейміз. Ветки ғой, Ветки. Бұтақ деген бір кісі жазып жүрді да біздің бір выпусктың астына. Бұтақ деп айтпаңдаршы дейді. Өте ерсі естіледі. Бірақ зрителіміз бар, сол жазып жүрді. Бұл Тредстан. Ал бастайық. Сіз жақ бастайсыз. Жалпы жоқ, бірінші Тредстте отырасыз ба? Тредстте отырмаймын мен. Негізі шынымды айтайын, енді өтірік айтпай ақ қояйын. Қай ғаламтор желісінде жиі отырасыз? Тредстте анау жаңалықтар жазып отырады, я? Тек қана жазу. Ойлармен бөліседі ғой негізі. Тек қана жазады, я, в общем, я? Спонсор дейді арасында. Жазады. Мен просто жазбаймын, мен терпила емес. Ладно. Осы жерде отбивка кету керек десеңші. Тапермен келдіңіз ба? Қосылып жатыр деші. Бұл бар ғой, негізі ана КВН-ден қалып қойған әдет қой. Білесің ба, бұл қандай кезде көп ойнайды. Біз мысалы КВН-да жүріп, бірден сериалға келдік қой. Сериалға келген кезде сахна біткенде шығып кете берем ғой қайта. Шермаң артына кетіп қаласың ғой. Сол жоқ кетіп, маған режиссер айтады, ты, блядь, долбоёб. Ой біткен жоқ қой, до конца тұр дейді. Әрең келсің ғой, сахнада қалып шы. Ладно, кеттік. Қандай ғаламтор желісінде отырасыз? Әлеуметтік желіде негізі Инстаграмда көп отырам, және ТикТокта көп қараймын. Түсірмейсіз? ТикТок түсіргем негізінде. Басында стримда да отырдым. Содан кейін артынан қарасам, әңгіме көп болып кетті. Сіздің тарапыңызға қарай ма? Стрим тизер деп олсыз да? Өзімді қатты сынайтын адаммын негізі. Қанша тупойды ойнасам да, бірақ өзіме қатты сыным көп негізі. Содан кейін былай сырт көзбен көп қарадым да өзіме. Сыни көзқараспен. Былай комментарий оқисың ба? Өзіңе жазылған? Оқымаймын деп айтпай ақ қояйын. Оқисың ғой, иә, оқисың. Қазіргі комментарийларды әзіл үшін оқимын мен, шынымды айтсам. Жыртады ғой қазіргі комментарийлар. Одан бір арнайы бір передача шығаруға болады, негізі біздің бар ғой. Сол, ладно. Бастайық. Қайта берейін десеңші. Неге Қазақстанда сценарийлері су татитын, актерлары көзге сүйел болған бір сарынды кинолар түсіре береді? Неге қызықты реалити шоу түсірмеске шет елдердегідей? Мысалы, 2017 жылғы үміткер реалити шоу маған ұнады. Неге сол сияқты немесе басқа бағыттарда қызықты реалити шоу түсірмеске дейді? Выжить в Дубае сияқты ма? Иә, менің ойымда өмір сондай болып жатыр десе. Реалити шоудың қажеті жоқ болған. Менің ойымда қалған бір реалити шоу, ол шіркін лайф реалити шоуы. Менің есімде қатты қалғаны, ол мынау жүргізуші Маржан ханымның шашын алып тастаған кезі. Кәдімгідей, сіздер көрдіңіздер ма? Бір көрмеген адам сияқты қарап отырсыздар да ма? Бізде де телевизор болды. Иә, сол сәт Есірткіге қарсымыз. Но болса хабарласыңдар. Сол сәт мен есімде қатты қалды да, сол кезде қарадым, мәссаған қалай шашын алып тастады деген сияқты. Енді ол кезде мына әлеуметтік желі қатты дамымаған. Не пали. Пальтетпе адамдарды. Біз есірткіге қарсымыз. Иә, сіздің ойыңызша неге бізде қазір реалити шоу түсірмей кетті? Реалити шоудың
өмір реалити шоу болып кеткен сияқты да. Иә. соцсетке шығып кетті бәрі. Реалити шоудың дәуірі енді басталатын сияқты бізде. Өйткені деген енді біз өзіміз жалпы Қазақстан кішкентай бала ғой енді, бала мемлекет. Даму барысындамыз. Мен андай салиқалы жауап берейінші. Даму барысындамыз да. Бізде есірткіден кейін қалай болады екен ол? Даму барысында болғаннан кейін мен мысалы реалити шоу түсіріп көрдім өзім. Былтыр Көлсайда кәдімгідей таза Қазақстан аясында өтіп жатқан науқанның сондай әкімшілікке жауап беріп отқан сияқтысыз. Иә. Өйткені сол жақта жұмыс істеймін ғой. Сол жақта кішігірім былай қалжында мен ешқай жерде жұмыс істемеймін, мен өзіме жұмыс істеймін. Түсіріп көрдім. Негізі түсіруге болатын нәрсе екен. Мысалы орыстардың өзінде де, мысалы көршіміздегі Ресей мемлекетінде де ол реалити шоулардың пайда болғанына өте ұзақ уақыт болған жоқ деп айтуға болады. Негізі ең бірінші енді өздерің білесіңдер, Дом 2 домбыра Дом 2 дан басталды ғой негізі, жайлап. Қазір уже олар пигіне жетіп жатыр. Иә? Жаңа өздерің айтып кеткенде, выжить в Дубае деген маған бірінші маусым мен қарадым. Қызық. Просто өзім түсіргім келгеннен кейін, түсіргім келді шынымды айтсам. Сөйтіп қарадым. Бірақ оны сол уақытында қараған жоқпын. Өтіп кеткеннен кейін, өзіме керек болғаннан кейін, маған сондай тапсырма келгеннен кейін. Қарап көрші деп айтамыз сізге. Қарап көрші дегеннен кейін қарадым да, кәдімгі басымды ала алмай қалдым. Кәдімгі ол жерде интрига, негізі интрига көп жазу керек екен ол жерге. Тек қана интригадан тұрады екен ол нәрсе. Сценарий Қазір жазудағы. интригалардың барлығын блогерлар тез беріп тастап жатқан сияқты халыққа, иә? Иә. Мысалы шіркін лайфта жұлдыздарды басқа ағырынан көрдік қой мысалы. Ал қазір әлеуметтік желіде кәдімгідей басқа ағырынан көріп жатырмыз. Тікелей көріп қоясыңдар. Иә, тікелей өзінің жазбасынан ақ адамның қандай екенін көріп қояды. Яғни мына халық пен жұлдыздардың арасында белгілі бір андай бір көпір дейміз ба? Дистанция жоқ. Жұлдыздар дегенде мына жаққа сөйлеші, пожалуйста. Қолым былай кетсінші, пожалуйста. Менен өтіп кетсінші, пожалуйста. Өте андай. Слишком халыққа негізі жақын болып кетті да? Иә. Тем более, может, Алматыда жүргесің. Халықтан алыстау керек па сонда? Иә. Араласпау Бұрын керек мысалға па? телевизорда көресінен болады, звезда көрген кезде таң қалып. Иә. Қазір күн сайын мына жерде жүргесің. Мына жерде отыр. Мына жерде бәрі звезда. Жұлдыздар жақын болып кеткен жоқ, жұлдыздар көп болып кетті, количествосы просто. Мне кажется, екінің бірі жұлдыз болып кетті қазір. Иә, бұрын жұлдыз деген біз үшін Мақпал Жүнісова деп. Роза Рымбаева. Қазір ана банядағыда, иә, братан, банядағыда. Иә. Сондай, сосын анандай фразалар кім күлкінішті фраза көп айтатын болса, сол жұлдыз болып кететін болды. Мысалы Мұрат Әбділда. Иә. Ол енді кішкене қазір. Барлық айтқан сөздеріне TikTok түсіруге болады ғой? Негізі, иә. Әр түрлі өмірдің мынау сатысы болады ғой? Жұлдыздардың дәуірі азайып кетті уақыт бойынша. Мысалға пигі бір жыл стрелять етсе жоқ болып кетеді. Қазір қиын болып тұрған сияқты. Мысалы сендер үшін Қазақстанда жұлдыз кім деп ойлайсыңдар? Басқа жаққа алып кетсем болмай ма? Жоқ, болады. Мысалы таза жұлдыз деп кімді айтуға болады? Сіз біздің бағдарламаны жүргізуші болып кеткен сияқтысыз аяқ астында. Ол сізді көре алмай отыр. Қайттым мен онда ба? Жарайды, кім сендер жұлдыз кім? Қайрат. Мен үшін, например, Музарттың жігіттері прям жұлдыз, бала кезімізден жұлдыз олар. Old money, old песни ма қалай? Old money. Бала кезімде просто концерттеріне барып қарайтын едім да. Тағы кімдер? Қайрат Нұртас. Мен ішінде Қайрат Нұртас ол, иә. Роза Рымбаева жұлдыз деп ойлаймын. Дос Мұқасан. Қатты кіріп кеттің сен. Қатты кіріп кеттің. Просто жұлдыздардың қазір көбі бүйтіп түбіне дейін кіріп кеттің сен. Тек качественныйлары қалатын сияқты да, жайлап. Иә, оның да дәуірі өтеді. Иә, бұның да қазіргі өтірік енді бәрімізге көп қатты тиіп кетпесін, жұлдыз сымақтылардың да дәуірі өтетін сияқты. Ремесленниктер қалатын сияқты. Таңдаулылар қалатын. Сен туралы айтып жатыр. Өзінің жұмысын жақсы білетін адамдар қалатын Қайрат, сияқты. сен туралы айтып Мен как раз сол жерде, сол жаңағы тазаланып шыққаннан кейін мен ол жерде болмайтын сияқтымын. Неге? Мен Түркістанға етейін. Так, келесі Звездалар қазір скромный болып кеткен. Иә. Өте қарапайым. Келесі. Мықты реалитида сізді көрейік.
яғни құдай қаласа жақында реалити түсіріп жатсаңыз шақырасыз. әуелі одан кейін массовка қалып дұрыс отырасыз. иә дұрыс сөйтіп сөйлеу керек негізі. Менің ішім тар. Еще и сараңмын. Біреуге артық 50 теңге беріп қойсам, көтім ашиды. Я кең болу керек қой, оны білемін. Бірақ осы бір әдетімнен құтыла алмадым. Маған ақыл үйретпеңдерші, кәдімгі сауаты бар, психологиялық білімі, зерттеуі бар адамдар кеңес бере аласыздар ма? Сен өзің жазған тренсің походу, да? айтып жатсың мына жерде. Содан кейін бұл жігіт ше Фейкпен жазырсың ба? тек қана негативный тред алып келеді бізге. Есімде ма, мен де осылай дәлелдеп едім ғой, мен емес деп. Дәл солай болып отыр ғой. Қара, бірақ іші тар болса да әріптерге іші тар емес екен. Фариза QQSSS Мен де GDH әріптерді артығымен жазама. Шытар болса да. Қате. әріптерді аямайды екен. Ішіп отырып ашқан сияқты. сараңмын дейді. Сараң болу жақсы ма жаман ба қазір? Жоқ, оған бір ауыз сөзбен ғана жауап берсе болатын сияқты. Кең болсаң, кем болмайсың дейді ғой қазақта. Болды. Ёб твою мать, мен сені соттасам деп біреумен айғайласып, енді әрі қарай не істеймін деп отырсаңыз 87-197-02-67 жазыңыз, мен заңгермін дейді. Қазір білем да. Керемет жарнама. Жарнама тредста прям негізі гениальный подачалармен береді. Маған сондай ұнайды. Перепискаларға жарнамалар жасап. Астына комментарий жазып қойған оқымадың ба? Жоқ. Деген мен логопедпін. 8705-988-88-18 деп жазып қойған бар тұғын. Соны оқу керек еді саған. Қазақтарда креатив күшті да осындай. Мықты, иә. Әдемі подавать етеді. Андай бір перепискалар жасайды ғой. Мен жеңгешкімен осындай бірдеңе істесем, былай дейді. До конца оқып атасында реклама болып шығады ғой. Иә, маған клубника шоколад алып кел мынандай компаниядан. Жоқ, одан кейін мынау Айболат өте дұрыс айтып отыр. Жаңа қазақтар өте креативный деп. Креативный болған соншалықты қазір креатор деген курс сатылып жатыр. Жай ғана сол креативке үйретеді. UGC креатор ма? Сол ма? Жай креатив. Креатив ол туылғаннан бастап адам бойында болмай ма? Жоқ, біздер сонда жоқ жерден мамандық шарт тұрық қой. Иә. Мен креатормын деп таныстырады өзі мысалға. Резюмесіне уже жазып жатыр адамдар. Қош келдіңіз. Мысалы әзіл айтуда біреудің әркімге бере берген несі жоқ қандай? Креатив деген сөздің жалпы бізде қазақша аудармасы бар ма негізі? Креатив. Просто біз баяғыда ауылда жүрген кезде Негізі не дейді ғой? Еділ дейді ғой қазақша аудармасы. маған еділ и креатив это Мыңмен кетті ма? жоқ, біз мысалы мынандай сөз сияқты да, негізі сөздің көбінесе мағынасын түсінбей айтатын адамдар көп та негізі бізде. Сол үшін осыдан бастап талдап алуымыз керек сияқты, бұл сөздің қазақша аудармасы болу керек қой негізі. Креатор деген. Креатив. Мне кажется, ол международный сөз сияқты, брат. Жоқ, қара, мысалы мынандай сөз бар. Бізде мысалы ауылда бұрын братандар келетін де, кәдімгі қалаға барып жұмыс істеп келдім деп айтады да бізге. Сосын бізге бүйтіп тұрады да, кім болып жұмыс істедің братан? Securityмен дейтін да. Біз білмейміз ғой не екенін. Біздің братан security екен, ойбай деп. Қалай айта алмайсың ол сөзді ше мысалы. Security братан деп тұрасың да. Сөйтіп кәдімгі охранник та мысалы, былайша айтқанда. Сол сияқты бір анықтамасы бар сияқты ол сөздің мысалы. Өкінішке орай мына жерде ешқайсымыз аудармай отыр ол сөзді. Мүмкін не шығар? Мысалға темщик, да? Фрилансер. Тоже мамандық қой темщик. Бұрын темщик дейтін еді ғой, қазір фрилансерлар. UGC креатор деген шығар. Фрилансерлар деген қолы бостар ғой негізі. Қолы бостар. Объем алатындар ғой просто. Анаумен айналыса береді да, кофейняда. Көрген тема шықса, кез келген темамен айналыса береді. Қолынан келеді, келмейді, бірақ істей береді. Макбугың болып кофе ішсең, уже фрилансерсің сен. Сондай ма уже? Алматыда ма? Жоқ, сіз, например, сериал сценарий жазыңдар ғой, объем алып аласың ғой просто. Вот фриланс деген сол. Объем алып алады да, қолың өзіңмен өзің жұмыс істейсің. Сонымен креативщиктің қазақшасы қандай болды? андай дамытқыш шығар ма? Дамытқыш. Әрлеуші. Әрлеуші. Кірдіңіз. Жаттап алыңыздар. Ағасы нормально жүрген жерімде. Ермек пригодился. Прелесть. Так. Болды ма? Жаптық болсын мен? Қанағаттандың ба? Өте 2 рет қанағаттандым. Мынау маған өте жақсы ұнады. Тредс.
Стан КЗ жазған екен. Перизат Қайраттан тәркіленген 79 миллион теңгелік Lexus қаржылық мониторинг агенттігі балансына берілді дейді. Lexus 570-ті қаржылық мониторинг агенттігінің балансына берілді дейді. Сосын комментарий айырып тұр мен. Бұл трецқа ше. Берік Серікұлы деген комментарий жазып кетті. Балансына ма или баласына ма дейді. Жоқ, бұл трецті просто бір-ақ ауыз сөзбен жауап керек сияқты. Дұрыс. Болды. Дұрыс, солай істеу керек. Жалпы деймін да, осында мысалы 79 миллион теңген. Бір 60 миллионға налға бере салсын да, мемлекетке салып жүрсін ақшаны. Мысалы 79 миллионға 2 пәтер алуға болады мысалы. Оларда пәтер жететін шығар. Керемет. Дұрыс қой енді. Мысалы да. Иә, сосын бір 500 мың теңгесіне Перизат Қайратқа греф салып жіберейік. Чай пай. Енді ол да қазақтың қарапайым қызы ғой негізі. Ол да білген жоқ қой негізі. Сенікі дұрыс. Білген жоқ қостал. Аман болсын, кім болса да аман болсын негізі. Жалпы Lexus 79 миллион теңге. Lexus деп анда реклама емес па? Жоқ, осындай көліктер қаншама деймін да, тәркіленіп алынған. Солардың барлығы қайда кетеді деп ойлайсыңдар? Бізде арнайы бір аукцион жоқ қой, олардың барлығы. Бар ғой, бар. Государственный компаниялар. Ойбай, жеп қояйын деп жатсыңдар ғой, шөгің мені. Жоқ, мемлекет Бір-бірден келді. Постоянно аукционға қатысатын Паразан. Шеу андай, ол X, аукцион дегендерде жаман отыратын сияқты. Сен бар ғой, білесің ба, қандай передача жүргізу керек саған? Саған бар ғой, табу деген сияқты передача. Жейтін адамдарды. Адамдар жеп андай. Ішіндегі бәрлік. Иә. Үйтіп қарап отырған салмақты. Деп ше, солай жүргізу керек сияқты. Расслабься, брат. Расслабься, брат. Мен өзім жағазға қылып жатырмын. Сен мен жақ боласың ба, болмайсың ба? Үшеуі жеп жатырмын. Так. Жігіттер бір жері айырылып кеткен үйдің фотосын салып қойып, осы үйде жігітіңмен тұрар ма едің деген сияқты посттарды салып, позор болуды қояйықшы. Сондайды көрген сайын сендер емес, біз ұялып отырамыз. Қыздардың посттарын қарасаң бір сүйсінесің, бәрін ұсақ түйегіне дейін ойластырып, қызық нәрселерді салып отырады. Ал жігіттер өкінішке орай дейді. Соның астына бір жігіт жазып кетті. Дұрыс айтасыз, ондай үйде өзімізде тұрғымыз келмейді ғой, шындап келсек. Өзінше қыздарды тексерген болып, қызды тексеру тұрмақ, мені қыз тексерсе өтпей тұрмын дейді. Қазір анау ана тиктокта андай мысалы мал бағатын үйлердің, шалғайда тұратын үйдің суретін қойып қояды да, осы жерде жігітіңмен тұрар ма едің немесе күйеуіңмен тұрар ма едің деп салып қояды. Мысалы қыздар әрине жоқ дейді ғой, кім иә десін ондай үйде тұруға. Балалық шақтағы приколдар сияқты ғой. Саған вертолетпен $1 миллион берсе, сондай жатасың ба дейді. Күлкінішті пост сияқты, тіпті жігіттердің өздері тұрмайтын сияқты ондай үйде. Просто ондай нәрсенің заманы өтіп кеткен сияқты. Иә. Ол әшейін манипуляция ғой енді бәрі тұрсаң. Мүмкін қатты күйеуге шыққысы келіп жүрген қыздар мүмкін ілінетін шығар оған. Қазір ондай заман емес ау. Мысалы ол үй маңдалада тұрса, например, айналасында бір 1000 бас мал. Не, қайдалада? Ол өзінікі емес қой. Ол малшы ғой. Өзінікі болатын адам ол жерде тұрмайды. Айболаттың өзінің малы бар, например, 1000 бас малы бар. Иә. Маңдалада үйі бар, екеуіңнің малдарың. Тем более бұл аграрканы бітірген. Ол тұрмайды. Ол басқа адамды жалдайды да соған тұрғызып қояды. Ешкім жоқ, ешкім жоқ дейді. Бірақ өздерінің малдарың. Тұрмайды деймін. Малдар өздеріңдікі. Кімдікі болса да мен тұрмаушы едім. Мен тұрар едім, например. Айболатпен ба? Одан тұрған несі бар, негізі былай қарап тұрсаң. Айболат жақсы жігіт қой, мен тұратын едім Айболат. Жоқ, егер ол егесі болса, онда сол жерде тұратындай жағдайын жасасын да. Мен ондай үйде тұрдым да жайдайын. Мен бала кезімде. Кухнясын жасасын деген сияқты ғой, ақыры сол. Жағдайын жасасын. Иә, ақыры өзінің жағы айтып тұрсың ғой. Жасайсың ғой, бане не керек бәрін. Ондай болса, иә, тұруға болады. Мына жерде мынандай әңгіме болады да, айдаладағы. Қозын сағынып жылайды да постоянно. Айдаладағы бір үй, жанында ештеңкесі жоқ, тақыр кедейліктің үйі деп сөйтіп айтып тұр ғой, негізі мағынасы, иә. Әрине сен айтқандай жанында мысалы гектар жері бар, малы қаптап жүретін болса. Сол ғой, соны айтып жатырмын ғой. Қыздар, любой қызың мысалы, менде 2 отар қой бар десең, сразу келіп алатын сияқты, тем более қазіргі қыздар. Әйелім бар десең де келе беретін сияқты. Иә. Қанша мал десе де келеді. Вот мал, әйелің бар ма? Ну ладно. Әйелім бар десең де келе береді. Бұлай қарап тұрсаң бизнес қой просто. Иә, ары қарай бизнес оқиық. Ал кеттік келесі.
Султан Семск деген жігіт жазған екен, арақ жаққан харам ба деп жазса, астына бір комментарий жазып кетті. Данияр деген жігіт, арақ жақса алқашсың ғой дейді. Қай жерде? Басқа мағынада жазған ғой енді. Қай жеріне жаққан? Арақ жаққан харам. Жалпы енді арақ жаққан харам ба деген ғой енді. Арақ жаққан. Енді денеге қойдың майымен араластырып жағатындары бар, былай жағатындары бар деген сияқты ғой. Жалпы Укол еккенде. Жараға қатысты ма? Ондай мағынада ма? жалпы иә. Жалпы қандай Точно? мағынада иә. Медицинский. Екі түрлі әдейі екі түрлі мағынада жазған ғой енді бұл жігіт. Арақ жаққан харам ба? Енді жалпы біз басқа жағынан жеңіл жағынан алып келейік. Ауырған кезде жағасыңдар ма? Мен балама су араластырып жағам, табанын ысқылайсың, үстін ысқылайсың. Күйеуіңіздің үстін ысқыламайсыз ба сіз? Күйеуінің үстін, ладно, Қазына қой кетсе ішіп қояды. айтпай ақ қояйын. Мен арақ ішем. Мен оны Жалпы басқаша арақ- ысқылаймын. Арақ дейтін нәрсе өзі жалпы Үшке бөлінеді. дұрыс емес нәрсе ғой. Негізі арақ деген дұрыс емес нәрсе ғой. Арақ ішпеңіздер. Өте. Бірақ Емдік Ретке мақсатта тұрғыда Иә. Болса хабарласыңдар. негізі ол мне кажется ол солай пайда болған дүние сияқты негізі осы иә. Просто кім ішіп бастады екен ол? медициналық иә спирт қой спирт медициналық нәрсе болды да содан кейін мысалы жарақаттанып жатқан адам енді менің фантазиям енді мүмкін олай болған да жоқ мысалы жатты да Ішіп көрді. ішіп көрді ұнап қалды деген Бір көрейік сияқты ғой деді. обезболивающий болды біріншіден Соның жанында железно досы болды ғой, көрейік та дейтін, е? лучше көре беру керек Вообще арақ химический формуламен алғанда бар ғой, арақ дейтін солярка, бензин сияқты дүние ғой вообще изначально. негізі иә Ол Дуняға қатты жақын болмады. Бір сондай пайдаға асыру үшін медициналық неде пайда болған Соны ба? жаңағын айтып кетті. Иә. Соны просто білмеймін Қайталап харам айт. сияқты мне кажется. жоқ егер сен қалай айтады енді Жақсы адамдармен ішсең ба? су жоқ жерде су жоқ айдалада деп бір ағамыз айтып отыр ғой есіңде Ақтап ма? алсаң ба? иә өліп баратсаң Маған андай кісілер ұнайды. Ол бидайдан жасалған дүние ғой деп Иә, бастайды. иә, Ол иә. пиво емес па бидайдан деген? Жоқ, арақ та істейді. Арақты Арақта да да істей ма? бидайдан. жасап көргенбіз просто Нан қосып Иә, ұра берсең арақ болады. дұрыс емес арақ дұрыс емес иә Арақ мүлде ішпеңіз. Бірақ жағдай емдік мақсатта қолдануға болады. Бірақ тұмау болған кезде Айболат кейде сол бұрышпен ішіп алады мысалы. ол дұрыс қой ол дұрыс Дұрыс. Мен ауырсам да Айболат ішеді, досым үшін ішемін деп мысалы. Ай болады. Сол микробтарды кетіреді дейді. сол. Ермектің денсаулығы үшін деп. кетіреді ол кетіреді Е, ол мен алқаш сияқты болып қалған жоқпын. Андай болады ғой, дәрі ішіп жатасың, ол саған андай бір пайдасын тигізбей жатады. Бітті, осыдан кейін. Сосын Так, қазір арақпен бұрыш ішу керек маған дейді. не? Сол ішті, Это енді ертесе еще жақсы андай- болып қалды кәдімгідей. Неше бутылка честно. ол Магазинге мынандай ғой кірсеңдер. Чекушка. ол мынандай ғой мысалы әрине емдік жаңағы айтып кеттік қой жоғарыда айтып кеттік емдік мақсатта қолдана бер ол нәрсені Бірақ салынып қажет емес. бірақ ары қаратай жалғастырып кетпе бізде білесің ғой соңына дейін Сіз қазір Нұрлан имам сияқты жауап беріп отырсыз. Соны до конца деген нәрсе болмаса болды ғой самое главное иә деп ойлаймын мен Араққа жоламаңыздар, үстілеріңіздер жасаңыздар болатын шығар. Ал кет. мүмкін иә Давай мен да. Мгм. Короче, Қазақстанның несін фотосы салып қойып футбол ойнап жатқан. Мгм. Осындай. Дәл осы ойында нашар ойнады. А так басқа ойындарда нашар ойнайды дейді. Қай команданы айтып отыр? Қазақстанский не ғой? КПЛ ғой мынау? Иә. Соны салып қойғанда. Мына жігіттің үміті полный үзілген бірақ ғой. негізі осы жылы біздер кәдімгідей фанат болдық футболдың. футболға деген сүйіспеншілік Иә. пайда болды адамдарда Негізі- қарапайым адамдарда Негізі көбінесе. Реал келгеннен басталды соның барлығы. Негізі мына Селтиктан өтті ғой Қайрат. Чемпионов. И кәдімгідей внимание күшті кетті да жалпы Қазақстанға. қайрат командасы лига чемпионовқа өткеннен басталды ғой мен сіздерге айтайын қай ойында ең қатты эмоция болған Селтик, адамдардан мен Селтик. өзім сездім Селтик Селтик. мен өзім де футболмен шынымды айтсам қатты таныс адамдардың бірі емеспін мен ойнағанды жақсы көремін бірақ жеті атасын білетін адамдардан емеспін КПЛ қарамадыңыз ба сонда? КПЛ-да жүрдім мен А. сол қайратқа келіп менің футболға деген махаббатым оянды деп Сен айтамын қайратты формасын киіп отырсың ба? Қайрат ведущий ғой матчтардың. Мен Жақсы, әдейі сол үшін солай киініп киініп келді алдым ғой. ғой.
мен Қайраттың жанкүйерімін. Бұйырса сол жақты ішкі кухнясын барып көргім келеді. Мен кішігірім жабылмаған гештальтым. Қазір кәдімгідей қыздар да бәрі қызық. Қыздар да, апалар да, әжелер де. Бұрын вообще қарамайтын еді. Қазір кәдімгідей ана фон тим ба? Иә, фон тим бар. Кәдімгідей қарап отырады, үйге келсе футбол қарап отырады. Прикинь? Өте жақсы. Бұрынғыдай PlayStation ойнап, FIFA ойнап, жатпай таңға дейін жат істеп халатпен қасында тұрсың. Бұрынғыдай футболдамын деп алдай алмайсың. Оралда мысалы Жайық пен Қайрат ойнайды бүгін. Ертең. Науышқанша история Оралдың тарихын бірінші рет билет жоқ қой, стадион лық толы. Әдемі ғой. Мен қорқып отырмын, ана стадион құлап қалмасын. 100 жыл болған стадион. 100 жыл болған стадион да. Жақсы ғой. Ну, ана жылы, оказывается, 2025-те статистика бойынша самый Алматыға көп келген адам вот Қайрат пен Реал Мадрид ойнаған кез екен. Мен ойлаймын да, Қайраттың қандай ерекшелігі бар деймін да, мысалы басқа народный команда болғасын. Менің ойымша содан, себебі күні кеше Астанамен ойнады да, не жанкүйерлер жоқ, не ойыны жоқ, ну в целом вообще ештеңе жоқ та. Неге Астананың ба? Астананың. Мысалға стадионда көрінген жоқ қой, жанкүйерлер болды ма? Жоқ, енді 4-0 ұтылып жатса қалай көрінеді олар? Жоқ, енді Ақтөбеде болды ғой. Кәдімгідей фанаттары келді, сонау баяғыдан белгілі ғой. Ну как-то сонда сезіледі. Қайратта қазір поддержка мощный енді. Бір асаба жазып қойған екен Тредста. Мынаған не дейсіздер деп. Датасымен клиенті жіберіпті. Кешіріңіз, той болмайтын болды. Біздің алайын деп отқан келінімізді бұрынғы жігіті алып қашып кетіпті. Оқыдым мен 07-ші регионында еще. Оған қарағанда қыз қарсы болған жоқ та, ол жақта қыздың келісімен алып қашады да. Сондай ма? Келіндер кедәлескізген короче. Жоқ, енді предоплата не болды екен деймін да. Бәрі фигня предоплата ма? Мәселе сонда ақшада деп тұрсыңыз. Жоқ, Жайлап тағы бетсеңші. Сонда мәселе ақшада. Жоқ, жалпы қалай қарайсыздар? Үйленейін деп жатқан кез алып ма? Иә. Ойлашы сен үйленейін деп жаттың, алып қашып кетті. Жақсы емес па? Бірдеңеден может сақтап қалған шығар. Не? Да? Жоқ, бір жағынан жақсы ғой, ол значит ол қыз жақсы көрмейді да, если еріп кетіп қалса. Алып қашып кеткен дұрыс еді ғой сол. Ойлаймын кейде өзімше. Последний момент өмірін бір жіберді. Ойымыз біріншіден шықты. Мен енді шынымды айтсам, бұл өзекті мәселе ғой негізі. Иә, кәдімгідей күлетін жағдай. Әр уақытта да актуалды нәрсе ғой бұл. Әр кезде де, әр заманда да. Мен өзім алып қашқан жоқпын. Содан кейін мен ол туралы ештеңе айта алмаймын. Мен кеттім дейсіз ғой. Мысалы оңтүстік өңірде қазір енді бір-бірімен келісіп алып қашатын шығар. Мысалы Оралда, батыс жақта онда алып қашу деген дүние жоқ. Жоқ, бір-бірімен келісіп алып қашады. Қыз бен жігіт кешке дайындал, келем қашамыз дейді, солай. Андай көшеде өтіп бара жатқан қызды багажник. Оралда ма? Ондай жоқ. Жоқ, андай ата-анасының немесе қыз жақ ұзату той жасамайтын болып келісіп жатса, солай бір-бірімен алып қашып. Ну, бір-бірімен жаңағыдай. Алып қашып бара жатқан жігіттен алып қашып кетсе қалай қарайсыңдар? Ондай дүние дұрыс емес деп ойлаймын. Из рук в руки. Ол қыз енді екі жігітпен бірдей сөйлесіп жүр ма? Бүйтіп кетіп бара жатқан адам былай алып қашып кетіп бара жатыр да, и былай бір. Резко поверните направо. Перехватывать етіп. Ол ойдан шығарылған шығар. Күйеуі бар, әйелді алып қашып кетсеші. Сондай ол. Ол кезде ол уже ол статья уже. Иә. Ол кезде әйеліңе байланысты бәрі. Әйел қарсы емес болса ма? Мына жағдай мықты екен десе. Ауыр әңгімелер айтып отыр екен негізі. Жақсы. Алып қашу туралы бітірдік па? Жалпы алып қашқан дұрыс емес негізі. Мен ойлаймын, алып қашқан дұрыс емес, барып ұзатып алып кеткен дұрыс. Әр қазақтың қызы ұзатылсын. Сенің әкең анаңды қалай үйленді екеусі? Алып қашты деші? Мен сұрамадым оны. Негізі алып қашқан адамдар көп бақытты болады негізі. Бір-бірін танымай алып қашқан ба әлде? Иә, танымай алып қашып кеткендер. Негізі үйленіп алып бір-біріңді таныған адамдардың брагының өмірі ұзақ болады. Негізі. Өйткені баяғыда
эскортница болмаған заманда қалжыңдаймын ондай емес енді мен өзім алып қашқан жоқпын, тағы да сол әңгімеге келейік. Мен алып қашқан жоқпын, ол туралы ештеңе айта алмаймын деп айтайыншы. брат, сен алып қашқан жоқпын деп көп айтқанға қарағанда алып қашқан. планда бар сияқты Мен алып қашып кеттім, просто содан кейін үндемей отырмын ғой деп. абайсызда жоқ, эскортницаны қыз алып қашып деген кетсе. ол зат емес алып қашатын. Екі рет Қыздың ба? рұқсатын алып, өткенше тұра жаңағыдай берші. сөйлесіп, Қыздың келісімімен алып қашып керек. келісіммен бірге сол үйден жақсы мен күйеуге кетіп бара жатырмын деп ата-анасымен жақсы нотада кеткен дұрыс деп ойлаймын. Если мынау ұзатуды жасай алмайтында мысалы жағдай болып қалады ғой, сіздер білмейсіздер. Сол сәтте ата-анасының ақ батасын алып, сол жігітпен қол ұстасып кеткен дұрыс Ал мен сияқты. қашып жатырмын деп па? 2-3 күнге алып қашып, 2-3 күнге алып қашып қайтадан әкеліп тасташы. Алып Болмайды, қашып Онда ол жігіттің надандығы. бұрында алып қашу на самом деле ол қалай болғанда оны көп айтпайды да. Мысалы батыста айтайын да, мысалы қыздың аяғы ауырып қалды ғой, и тез үйлену керек та, құдалық ұзақ болып кетеді, ол жыр болып кетеді да. И сол қызға айтады, кешке шық, мен сені келіп алып кетемін. Кешке шықты, алып кетті, үйге алып келеді. Сол үйде, кішкентай үйде тез сол күні тойын ойнап тастайды. Тез ма? Болды, Тез. зато қыз уайымдап Дәстүр ғой негізі. қыз уайымдап жүрмейді, нетіп жүрмейді, уже келді да. Иә, сонымен алып қашқан дұрыс емес. Ермек өзің енді аяқтап жібер. Иә, мен қолдаймын деші. Құрметті қадірлі мырзалар, алып Жақында қашпаңыздар. барлық кинотеатрда алып қашу операциясы. Алып қашпаңыздар. Қолдан алыңыздар. Андай Қолдан алыңыздар, типа бу Нағыз алыңыздар. қолдыкін алыңыздар. рухани қылып аяқтайық. Бәріміз де бір қыз өсіріп отырмыз. Ауыр қылып жердің бәрінде. Әке шешесінің алдынан өтіп адам сияқталған жақсы. Я келісіп алған дұрыс қой. Шешесінің алдынан өтпе, әкесінің алдынан өте бер. Әкесі жоқ болса ше кімнің алдына өтеді? Бұл шешесінің алдынан өтеді. Иә, сен Давай, ерегесін басқа бірдеңе оқиыншы. Легкий бірдеңе. Енді сен өзің соған Бір бор салып отырсың. Ол жақсы. Бір өсек Өз айтайыншы. шерткесін. Темекі шегетіндер бар ма? Араларында. Шығып келейінші. Келесі. Өмірлеріндегі ең тупой шешімдерің қандай болды? Менде көп ондай. Нағыз қоятын адам таптың ғой. Енді сен бастап біз қостаймыз. Давай. Топ үшеуін айтыңыз. Или Ладно, одан да көп па? Сразу Ладно, топ-10. сұрақ түсінбей қалдым деп ше сразу. Енді негізі сол нәрсені талдаймыз ба, талдамаймыз ба негізі? Керек нәрсе ма сол? Жалпы былай ғой. Сіз өзіңіз сұрақ қойып өзіңіз жауап бергеніңіз күшті екен, иә? Көп Мен екенсіз. қазіргі таңда адамдар көп сенгіш адамды сондай деп ойлап қалады да, өйткені деген Көңіл адамды ма? көңілді адамды, көп сенгіш адамды мысалы алдау оңай ғой. Оңай. Иә. И сосын алдап алады да сыртынан тупой деп қарап тұратындар көп. Негізі ол адамның өзі тупой да сол кезде. Ал тупизм деген ол не ол тупизм? Көмектесіп жібересіздер ма дейсіз? Ешбір Үндемейді ғой. Менің ең тупой шешімім өзімді ақылдым деп санағаным. Нормально? цитата ғой мынау. Жақсы. Екіншісі? Джейсон Стэтхэм. Екіншісі ол көп ондай. Екіншісі жаңағы бірінші фразаға сеніп қалуым деші. Міне. Үшіншісі? Үшіншісі, пока үшіншісіне бармадым әлі. Давай, сенің шешіміңді айтшы, осы қыздың Ең шешімі. тупой шешім. Неге менікі? Давай сенікін айтайық. Үнемі менікін сұрайсың. Давай сен айт. Тупой шешім көп қой негізі. Жоқ, бала кезде көп болады ғой ондай нәрсе, Стратегический тупой шешімдер дұрыс ше. Мысалы, әкеңнен енді бұрын бізді енді сөйтіп өсірді ғой, енді мынандай кішкене қатты ұстады ғой бізді мысалы. Сол кезде мектептен бірдеңке істеп келіп, бүлдіріп келіп, Ауырып ол қаласың. сенің өміріңе қауіпті нәрседен сен өттің да, үйге келіп, сен бәрі нормальный деп айтқаның, осы тупой шешім деп ойлаймын. На самом деле. Ішіндегісін айтпау. Ішіндегісін айтпай Немесе қалып, сақтап иә. қалу, бәрі күшті деп жүріп, Иә. бүйтіп ше былай. Мысалы, На самом деле сізді ол мына өміріңе қауіпті өзіңізден нәрседен өтті да ол. жоғары сыныпта оқитын адам, мысалы оқушылар ренжіткенде сіз айтқан жоқсыз ба? Соны айтып отырсыз ба сіз? Ол тупой шешім емес, ол терпила ғой ол. Иә. Жоқ, Соны негізі, айтпаймын біз деп енді отырсыз ба былай, сіз? қазір бәрін айт та бірін айт, күлу негізі оңай ғой. Күлу негізі оңай, негізі көп проблемалар көп қой, сол проблемаларды жасырып қалу, әке шешеңнен жасырып қалу. Әке шешеңнен жасырып қалу, вот нағыз тупой шешім деп ойлаймын мен. Қазір жасырмайсыз. Қазір мен бәрін айтамын.
мысалы мен мысалы әйеліммен түнде ладно вот осы мен тупой сізді ұйып тыңдап отырмын ғой не айтады екен деп ұйыма жалпы өтірік айтып болмайтын нәрсеге өтірік айту деген сол тупой шешім деп ойлаймын мен. осознанный кезінде сүйікті ісіңмен айналыспау тупой шешім сияқты. Бәрекелді. әбеке Әбеке, қалайсыз әбеке? Денсаулығың қалай әбеке? Жақсы, иә. айта бер сен сіз айтыңыз. жоқ сен де Менде самый большой тупой шешім. Мен үйде сабақта болғанда үйіме братишка келген да, и менің компьютеріме порнуханың дискісін тыққан ғой. Сосын ол дискіні ұмытып кеткен, короче. И басқа үйге кетіп қалды да, и маған звондайды, әкеліп тасташы сол дискіні дейді. Мен сол велосипедқа отырдым, спортивный велосипедім бар еді, дискісін алдым да, апаруға баратқанда машинаға қалып кетті. Мен сол самый тупой шешім біреудің дискісін тасу. негізі порнуханы көргің керек еді Көрген жоқпын, вот именно самый обидный көрген жоқпын. дұрыс обидно Андай бар еді ғой. Айтып берейін ба? Көрсетейін ба деп. Зрелые женщины. Сосын мен больницада жатсам, сол братишкам келіп тұр ғой, дискіге қайда дейді. Менің иығым сынып жатыр да, мен маңызды емес па Андай бар еді ғой, порнуха демекші андай той болып жатады, дисклар бар еді ғой, той. Жарыс қарап отырсың да жарысына келгенде порнуха басылып кетеді ше. Сол үстіне жазып тастаған. Мен братанның тойын үстіне порнуха жазып тастаған ғой. Бәріміз қарап отырдық. той болып жатыр менің топерім слайд-шоу жасайтын Сенің ғана топерің ба не? менің ғана жеке сатып алғанмын оны Сүйіп тұрсың ғой. иә не жасайтын слайд-шоу қыз ұзатып отыр слайд-шоу болып жатыр тойдың соңына таман фото слайдтар кетіп жатыр и анау қарамаған ғой соткасындағы автомонтажға қоя салған ба бір бәле біздің банядағы фотоларымыз арасында сакский баняда бүйтіп тұрмыз ұят қой ұят сосын енді Спасибо за внимание. мен емес деп айтайын десең менің фотом шықты да жерде Басында сол басында фотолар жыртып жатыр. Уа, фук шығады. тишина иә бәрі бүйтіп бізге қарады Мына микрофонмен сөйлеу керек қой негізі. Міне тупой шешім деген нәрсе. Пожалуйста. қара, тағы екінші тупой шешімді айтайын ба, сол братишкамен связано. Ол братишкам лудоман болып кетті да, и бір күні маған жазады, маған кредит алып берші деп. А мен өмірімде кредит алмаған адаммын. Ең бірінші өмірімде кредитімді мен лудоманға беріп тұрмын ғой бірге. И мен оны даже қайтармайтынын білем. И ол маған айтты, 200 мың алып бер, мен саған 20 мыңын өзіңе берем. Сосын кредит жауып тұрамын деп. Бердім, жапқан жоқ ештеңе. Сосын ойлап қойдым, бля, мен 20 мыңға қызығып алып тұрмын да, 200 мыңды өзіме ала берем. Сол тупой шешім. Сен ол жерде тупой емессің. Сен ол кезде адамгершілігіңді көрсетіп, сен таза, жақсы адамсың. Сен у тебя все получится. Сен брат. енді психолог Ешқашан мен оған өкінбе. просто қорықтым, что оған бірдеңе болып қалады. Вот, И сосын, типа, Болып қалса ақшасы болса хотя бы да? жоқ, Тупизмді бірдеңе болып адамгершілікпен- қалса, ертең, например, и маған келеді, айтады да, не көмектеспеді, немен көмектессің, кредит алып Иә, тұрмын. тупизмді адамгершілікпен Мен шатастырмаңыз. просто отговорка сатып Манипуляция алдым да, жасамау керек, өз-өзіме отговорка сатып алдым да, просто ертең бірдеңе болса, мен оған бердім. Қолымда не болды, даже болмағанын алып бердім да. Вот сол. Өзіңе дым қалмады ма сонда? 20 мың теңге алдым. Сосын сол кредитті өзім жаптым. Хотя алып қалыпсың ғой? Тупой емессің 20 ғой, мың нормально. теңге, Хотя бы алып қалыпсың. чуть-чуть тупее Чуть-чуть нормально. тупее. Чуть тупой еще. Мен, короче, сол братишкам бар ғой. сікті ғой сенің братишкаң бля адам бола Короче, сол братишкам маған айтады, 3-ші класста мамасының туған күні болайын деп жатыр, 35 жас юбилей. Маған айтады, давай екеуміз өлең айтайық дейді. Айттың да ше. Мен айтамын, бля, Айтып тастадық дейді. мен айта алмаймын ғой деймін. Ол айтады, бля, братан, екеуміз туғанбыз ғой дейді да, қанымыз бір ғой, не ғой. Сен екінші дауыс ұста дедің ба? Сопрано. Примерно одинаково айтамыз ғой дейді, екеуміз неміз ғой. Сосын мамасы келді, айтыңдар ше, менің туған күніме подарка болсын дейді да. И мен жарайды деп. Енді сосын ана қысылып жаным жүр, сол өлең бар ғой. сайым Екеуміз шығамыз той. Қысылып жаным деген айтпаш, пожалуйста. Ең қызығы текстін бәрін біледі да. Тойға шығамыз, сол кафеға шығамыз. Аха. Менің братишкам бірінші несін бастайды, қайырмасын. Өлеңді.
охуенно айтатын. Менің ана братишкам бар ғой қазір әнші ғой, короче, еще өлең Лудоман, әнші еще. жан жақты филантроп. жігітке жеті өнер жаз дейді ғой. еще ана өлеңді күшті қылып айтады ғой. Сағыныш сазы сенеді. Прикинь, өзі одан да күшті қылып айтса. Дауысы ашылып кетсе ма? Біздің ең маңызды мақсатымыз ол өлеңді айтуны. Екеуміз футбольный форма сатып аламыз, ақша керек, короче, и доп сатып аламыз екеумізге. Реал Мадрид пен Интердің формасын аламыз деп келісіп қойдық да. Күшті қылып бірінші куплетін айтып тастайды, припевін айтып тастайды, енді қалай дейді маған. Мен айта бастаймын ғой ана, зал жыртылады ғой. Прикинь, адамдар бар ғой ана. Истерика. Туған күніне алып келген конверттар бар ғой, соны әкеліп лақтырып отыр ғой маған. қалай ол аяушылықта лақтырып жатыр ма? Күліп жатыр, короче. Адамдар Алла шипасын берсін, Алла шипасын берсін. аналар тоқтай алмай жатыр ғой, короче. Сен әрі қарай до конца айтып шықтың. Сен до конца айтып шықтың. До конца айтып шықтым. Аналар жыртылып жатыр, короче. Под Или столом. может саған тоқтасын деп беріп жатыр ма? Заткнись, айбал. Пожалуйста, брат, айтпашы деп беріп жатыр ма? Пожалуйста, айтпашы. И мен сол ақшаны шығарып алдым. Мен ол по тем временам очень большие деньги. Бір 2003 жылға бір 50-60 мың болар, короче, 2003 па 2000. Қай жыл точносын айтшы. 2003. Біз біреудің ақшасын санамаймыз, бірақ қанша И мен соны ойлаймын. Мен что-то сол менің юмормен тапқан бірінші ақшам сияқты ғой деп. әдемі ғой? Иә. Әдемі ғой? Ты думал, что это тогда юмор? Мен сол кезде тогда, наверное, решил, что я юмором буду заниматься. Вот я что подумал. жоқ сен ән айттың ғой ол кезде. За три Ол минуты. саған өмірлік мотивация болды да онда. Өлең айтпауға келеді. Содан кейін мен өлең айтпаймын, короче. Сен де тупой шешімдер көп сияқты айта берші. Родной! Тағы қандай бар? сәл қазір шыдасаң Сәл ойланшы, тағы тағы біреу шығады. ана братишканың өмірді, жалпы өмірге келуі тупой шешім Бар сияқты. ғой, әңгіменің бәрін өтіріктен бір очкамен деп. Негізі өзі ма? Жоқ, братишкам, Дос бала сұрап жатыр деген тема. өзіңді қорғай алудың бірінші сабағы ағаңмен өлгенше төбелесу. Мен төлесем. Ағаңмен. Менің ағам жоқ, мен айта алмаймын ештеңе. Менде болды. Туған аға, бірақ сендерде разница в возрасте большая была, да, сен? Менде Его не ағам- останавливало. Его не останавливало. Мен жауап берсем бола ма? Мен жауап берсем бола ма? Ағай, ағай, Мен жауап берсем бола ма? Мен ғой қонақ. Зайбол. Зайбал, внимание бердіңіздер. Жоқ, менде ондай нәрсе болған жоқ, бірақ ағам далаға алып шығып төбелестіретін ғой. Басқа балалармен өзіне ба? шамам жетпейтін, просто күресетінбіз екеуміз. Күресіп ойнайтынбыз. Бірақ мен мәш бірге шығып, анау көршінің мен жасты балаларымен ғой, ол да енді қарайды ғой. И ана сен уже сәл опыт алып, уже жеңе бастағаннан кейін сәл үлкендеріне өтеді. Вот ең жаман шешім сол негізі. Mortal Kombat сияқты ма? Иә, андай. Ағам ит азырамады, мен азырап десе. Сол ғой, блин. Бірақ одан жаман болған жоқпыз негізі. Өзіңді өзің қорғап біле аласың да негізі. Жүршін ақып жүршін. Кстати, мен последнее время байқап жүрмін, мен школдың қасында тұратын едім да. Кішкентай балдар андай ақша сұрайтын көбейіп кетті, байқадыңдар ма? Школьниктер кәдімгі форма. Сенен ба? Иә, ана. Бірдеңеге жетпей тұр, соққа жетпей Қойшы, тұр. қашан сұрадым конкретно деп. Ондай байқаған жоқсың ба? Ондай жоқ. Мен байқадым просто. Алматыда Жоқ, көшеде кетіп баратқанда болады. Жарапазан деген жоқ қой Оралда. Бізде жоқ қой Жарапазан деген жоқ. Жарапазан жоқ. Иә, бізде мында Алматыда ескі қағаты Жарапазан дейді. Мен басына түсіп. Негізі соны еще оңтүстіктікілер арнайы Алматыға келеді екен. Жарапазан айту үшін сезон кезінде. Сезон бар да сондай. Сезон кезінде кішкентай балаларды алып келеді екен, дауысы мықтыларды алып келеді. Бизнес. Нифига. Бірінші Мен солай естігенмін бір шымкенттік жігіттен. Жетесіздер ме? Арнайы алып келем дейді, альфардпен алып келем балаларды дейді. Ол бизнес па сонда? Енді естуімше солай болған. Балалардың үстінен бизнес жасап тұр ғой, заңды ма Балаларды ақша негізі? тауып тұр Но ғой. бізде батыста не болды? Христос воскрес деген. бізде жүрдік қой. Кулич береді бізге. Тамақ жинап. Орыстарға барасың да. Жұмыртқа Христос боятындар ғой воскрес. сендер, Иә, а? жұмыртқа ғой сосын кулич береді. Олардың кейбіреулері жұмыртқа пісірмесе ақшалай бере салады. И біз кішкентай кезімізде помню 2-3 пакетпен кәдімгідей жұмысқа шыққан сияқты үйге айтады, бар дейді. Орыстардың білесің ғой домдарына барасың кәдімгідей 2-3 пакет алып келесің. Бізде Қызылордада ондай жоқ, біз жеті шелпек таратады. Жұмыртқа боядыңдар сонда.
Жоқ, бояған аласың. болды бейтіне кіріп арақ ішіп алу деген тема. бір жерде естіп тұрмын ондайды. Гайден ақшасын кіді ма? маған осыдан Барып көрейікші, может бар шығар деп. бір жұма бұрын бір бала келді, короче, жарапазан дейді. Мен ол не екенін білмеймін ғой. Ән айтып берген жоқ Уалейкум па? ассалам. Айтып берген жоқ, просто жарапазан деді. Мен жоқ, мен білмеймін дедім, есікті жаптым. Здесь не живет. Сосын әйеліме айтамын, конфет, алма бірдеңелер беретін шығар деп. Дома родителей нет деп жауап тастадың ба? Мен сондай ғой. Шақыртап бердім. Дома взрослых нет деймін. Ана бала лифттің қасында Ренжіп қалдың ба саған? алла неге қызығып тұрған жоқ, маған даусыңа не болды дейді да анау. Пидорас берген. Бүйту керек қой. Адамгершілігі мол жігіт екен. Мен ойладым ақша сұрайтын шығар деп. Сосын мен үйге кіріп кетсем, әйелім айтады, саған жарапазан айтты ма? Мен айтқан жоқ. Ол айту керек қой дейді. Иә, айту керек қой негізі. Мен айтамын, мен қайдан білейін. Елің мен ана баланың арасында ештеңе болды ма? Қызғанып қала ма? Ей, қойшы дейді Жаңа Осындайдан бола ма не? Қызыл дипломмен бітіріп, бірақ мамандық бойынша жұмыс жасамай жатқандар нешеуміз? Қандай мамандықтарың қандай? Жалпы дипломы бар ма деп сұрасақ көбісі. Бесеуміздің біреуміз де по диплому жұмыс істеп отырған жоқпыз ғой. Неге олай деп ойлайсың? Сіз қандай деп отырсыз? Бірінші мамандық қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, екінші Қазақша мамандық сөйлесесіз. журналист. Журналист? Бірақ сен ведущийсің Казгуда ғой. оқыдыңыз ба? Екінші Казгуда сатып Тұранды, алдыңыз ба? біріншісі Қазақ Түрік университеті. Менің атам журналист болған. Менің атам журналист. Мен ғой сенің атаң. Ата ақша ішті. Сіздің мамандығыңыз қандай? Мен айтсам қазір таңғаласыңдар негізі. Мен 2 мамандық бітіргем. Біреусі көк, біреусі қызыл диплом. Қызыл диплом қалай келді деген сұрақ бар ғой енді көкелерінде. КВН ойнап. Мен даже қай жерден бітірген білемін, Дарын колледжі болар. Вот, міне. Кешінің папасының колледжі. Жоқ, біз оқыдық негізі. Оқыдыңдар ма? Дегенге де сенбей ма ешкім даже. Күмәнмен қарап отырмыз. Жоқ, мен мамандығыммен, мен мысалы нархоздың инженерлік экономикалық факультетін бітірдім. Мен ол мамандықпен жұмыс істедім, ең бірінші. Бізде мынандай нәрсе бар еді ғой баяғыда. Әкеңнің арманы баласына деген, және баласының өзінің арманы деген нәрсе бар ғой. Олар, естественно, менің шошаңдап жүргенімді қаламады, әкем. Сөйтіп мені инженер қылғысы келді. Просто достарыммен жиналып отырып, примерно айда саған ғой, мен балам инженер болады дей саған ғой енді. Солай болдырды мені. Но мен ол мамандықпен істедім. 7,5 жылда істедім. Универді бітіріп 7,5 жыл сол мамандық. Бірақ мен параллельно. Иә, қосалқы алып жүрдім негізі. Өнерді. Иә, содан кейін уже результат бола бастағаннан кейін, экранға шыға бастағаннан кейін бардым да айттым. Кәдімгі официально әкемнің батасын сұрап, ренжімеңіз. Мен міне патолог, мен негізі осветительмін. Болып істедім мамандықпен. Техник-технолог мен мамандығым негізі. Сөйтіп ауыр тақырып болып отыр. Иә, театрда істедім. Театрда жарық беруші. Сосын тағы да бір театрда, Кукла театрында істедім, Қуыршақ театрында. Одан кейін патолог Дворец Республикада істедім кәдімгідей. Сонымен болды дедім, мен болды ғой енді. Не істейсің ары қарай болды. Брат, концерт жасасаң өз-өзіңе свет қойып істей аласың ғой сен. Смело. Мысалы мен мына светтің қалай тұрғанын, мысалы күмәнім бар, дұрыс емес деуші. Жоқ. Негізі сондай. Бірақ әрине егер өзіңнің мамандығыңды толығымен меңгеріп шықсаң оқу барысында, әрине өз мамандығыңмен істегенің дұрыс. Менің мамандығым теміржолшы. Жалпы осы оқуға түсуге септігін тигізген ол Есен аға деп айтайын. Себебі 9-шы сыныпта мен отбасымда жағдай болып қалды бір. Сол жағдайға байланысты сабаққа бара алмай қалдым. Бірнеше айдап тіпті. Соның кесірінен мені мектептен шығарып жібереді. Кәдімгідей директорға шақырады да. Бірақ ол менің отбасылық жағдайыма байланысты болды. Сол кезде де мен түсінген жоқ. Сол үшін ешкімге барар жерім, басар тауым болмаған соң Есен ағаға бардым. Есен аға осылай мені оқудан шығарайын деп жатыр, қалай істесем болады деген сияқты. Сөйтіп Есен аға мені сол оқуға түсірген болатын, және бастапқы оқу ақысын сол кісі төлеп берген болатын. Ары қарай өзім төледім. Сөйтіп мен теміржолшы мамандығын алып шықтым. Мынау Reels.
Рилс, иә. сол үшін есен ағаға көп рахметімді айтамын. Ол кісі тек қанша төледі сол кездегі ақшамен? мен ғана емес, басқа да сондай қиын жағдайда қалып қойған жайдарманшыларға көмегін тигізді деп одан кейін барып мен естігемін. Мен сол жақсылықты әлі есімнен шығарған жоқпын, ұмытпаймын да, сол дүниені әлі бағалаймын. Кредит Есен шалу аға керек ше? Есен ағаға хабарласып. сезон Үй алған кезде Есен ағаға первоначалкасын төлете алмадыңдар ма деген бар. есен аға Негізі жақсы нотада аяқтап едім ғой деймін да. киіп жуамадым. Саған Есен аға не істеді? есен аға айфон алайын деп едім. есен аға ма Есен аға Алла разы болсын деймдер ма? есен ағаға көп рахмет. Біздің мүмкін өстіп қазіргі шалқып тасып жүргеніміздің бір себепкерінің бірі ғой негізі ол кісі. 2008 жылы біз 2006-дан бастап негізі сол жайдарман лигасында ойнадық. 2008-дің чемпионы болдық. Жарайсыңдар жігіттер. Жоғары лига. Иә, сөйтіп үздік тамамдап ол жақты әдемі болып кеттік, болды. Жақсы нотада Иә, қоштастық дейсіз ғой. иә. Қоштасқанда әлі де араласамыз, мысалы. Ол кісіге көп рахмет. Ол жағынан. Саған Есен аға не істеді? есен аға Группадан шығарып жіберді десе жайдарманшылар отырады. На самом деле Что за бір история? ән айтатын группа құрып ән айтатын әншілер группасын құрып шығарып жүрсе рахаттанып күліп жатыр ма қарашы. есен аға кәдімгідей біраз өмірінде септігі тигізді ғой. Иә. имеется в виду осылай, иә, квншілер. кішкене жайдарман ел көріп жер көріп біздер Оралдан бар жүрдік даже Астанаға маусым ашарға. Примерка Алматыда, өтіп, иә. сосын ойнамай Енді қалдық. біздің ары қарай алып кетпеген өзіміз ғой, еркелеп дұрыс дайындалмай. Жоқ, енді бәріміз де мына- иә, мына- сондай. мысалы осының бәрі Ол сол өзім. емес па? Сондай болса да. О, өзім. Өзім деген өтті. Мынау су ма или Көз шашырап жас кетті. Жүз тесік па мынау? мына аузын жабу керек қой негізі. Негізі Есен аға. Есен аға рахмет. Иә, Есен аға сізге рахмет. рахмет деп айтыңдар. Бізге де жоғары лига беріп, біз негізі тойда жүріп КВН-ға О, бардық есін қой. ағасы саламай. Жоғары лига беріп тұрған кезінде біз тойға кетіп қалғанбыз, Есен аға той бар еді деп. Өздеріңнен де бар екен ғой ол жерде. Жалпы Есен аға рахмет. Саған Есен аға не істеді? Есен аға мені жайдарманнан шығарып жіберді, болды. Мен ауызбашарға барып біреумен төбелесіп біреуді салып мына. Мен жайдарман. Премьерка Дұрыс бірінші сезон бар. естіген ғой Премьерка енді. өтіп тұрғанбыз білем. Иә. Барды жастар сарайының алдында төлесіп отыр. Біреудің басына бутылка жібердім, болды содан кейін. Жайдарман. Мен үшін жайдарманның есігі жабық дейсің ғой. Жоқ, бардық содан кейін бір ойынға. Қандай? Алматыға бір ойынға келдік біздер 1-4-ке. Первый Сол лига. кезде де шығарып жіберген жоқ қой. Содан кейін ойнап тастадық та ұшып кеттік, сосын кетіп қалдық. Орысша айтып қалдық. Өкінішті. Жарайды. Ол логично Бір ғой. жақсы нотада аяқ Негізі. Иә, бір что-то настроение түсіп кетті ғой мынадан Жақсы. кейін. Жалпы бағдарлама ұнады ма? Әдемі, еркін былай керемет. Негізі біздің Кімді алып тастайтын едіңіз бағдарламадан? Кім артық па? енді былай қазір көреміз, жаңа тамақ келді деді ғой, иә. Кім тамақ барысында, жеу барысында былай нормально былай. Аз-аздан жейді. Иә. Өте үйлесімді тандем деп ойлаймын мен негізі. Молодцы. Бастаған істеріңді ең бастысы аяғына дейін жеткізіңдер дегім келеді. Көп рахмет. Мен шынымды айтайын. Бірақ бізде осы выпускта иншалла. Иә, жоқ, Соңғы выпуск па? Давайте мен мысалы- негатив айтпайықшы. Ойнап мен айтып. мысалы барам ғой, көп шақырады ғой енді, өздерің сияқты мысалы шақырады. Сол кезде мысалы біріншіден ол адамдарды осы жерді бүйтіп подчеркивать етіп айтайыншы. Нүктесін қояйын. Иә, бүйтіп ерекше тырнақшаның ішінде қылып айтайыншы. Мысалы кейбір жерлерге барған кезде мені білмейді көбісі. Мысалы, либо мен оларды білмеймін. Сөйтіп, былай жаңағы айтып отырмын ғой, щит ұстап отырасың да, защищать етіліп отырасың. Сөйткен білмейсің. Жабылып А қалам мына жерде, десеңізші. бәрі КВН-нің құдіреті деп ойлаймын бұл жерде. Жаңа Есен Ашық ағамызға жарқын көп да. рахмет деп жоқ, дұрыс қой. КВН-нің бір жақсы жері тіл табысу, Community бар да. иә, байланыс бар да, бір Көзге көрінбейтін. Общий темалары бар. бір-бірімізді сондай мен былай енді
сендер құлақтарың жаба тұрыңдаршы, мен бір нәрсе айтсам болады ма, пожалуйста? Қайсымыз Жабыңдаршы, реально жаб, бәрің жабайын? үшеуің жабыңдаршы, бәрің жабыңдаршы, пожалуйста, ну пожалуйста, жабыңдаршы, пожалуйста. Маған ұнады, керемет үйлесімді тандем, және ең бастысы мынау Тредстан бағдарламасы өте көңілді бағдарлама екен. Шын ниетіммен айтып отырмын сендерге. Болды, аша беріңдер. Мына бағдарлама өте нашар. Жауапсаңдар бүгіннен бастап десеңізші. Әдемі. Кімнің продюсері? Жалпы не ұнады? Қай трец ұнады? Талқылаған трецтердің ішінен. Енді оны мойындау керек. Қайрекеңнің трендсі Лудоман көбінесе туралы. кішкене Ауыр ма? әзілге жақын тез талқыланылды деп айтайыншы. Ал сіздікі енді әрине қыздар аудиториясына ол міндетті түрде кіреді. Өйткені мен қыздың жанын өте қатты түсінемін, мен әйелімді қатты жақсы көремін. Күшті ғой. Green flag-пын десеңізші. Тамаша, өте керемет. Көп рахмет, аман болыңыздар. Сіздермен бірге болған Еділ. Тредстанды Актер. көріңіздер ютубтан, және лайк басып, Жайдарманша, қалдырыңыздар. композитор, сазгер. Хуйня передача. Бізде қонағымызға сыйлығымыз бар. Бізді Ну, серьезно? Естелік болсын. Қайрат па? ала кетші, пожалуйста. Қайраттың Иә. Шынымен ба? Аға, боласыз ғой енді маған. Еділ аға. апамыз ғой енді. Еділ демеймін ғой 37 енді. жас, ешкім 37 емес шығар мына жерде. Жоқ. Болды онда. Иә, сол үшін Қайрат, аға болады маған. 3 жас үлкен бәле шығаршы. Бұл біздің жобаның, бағдарламаның атынан сізге сыйлық. Серьезно? Біздің демеушіміздің жасаған дүниесі Махаббат Glow. Яғни ашып қарасаңыз болады, қолдан құйылған шамдар, яғни Осы жерге аша беріңіз, иә? Жеңгемізге апарып бересіз. Жеңгемізге апарып беріңіз. Егер Осы шамды ауырсаңыз, свечаны салсаңыз болады. размер келмейді оның. Емдейді. И көзіңді аша ма? Размер XL. Аты кім жасаған? Махаббат Glow, Мәншүк ханым десеңіз болады. Махаббат Glow берген сыйлықтарыңызға көп рахмет. Бизнестарыңыз дами берсін. Не де болса да жақсы нәрсе ғой негізі. Ең бастысы махаббат жақсыны айт, Иә. нұр тасысын дейді. Аман болыңыздар, сіздерге көп рахмет. Еділ Анарбай бізбен бірге болған. Рахмет келгеніңізге. Көп Сіздерге де рахмет. көп рахмет. Жақсы, сау Келгеніңізге болыңыздар. рахмет, қашан қайтасыз? Қоштасамай отырып қалды. Қимай Қайта Білдірмей ма? ана бар ғой, телефонда бар ғой. Ладно, сен давай деп айтшы. Ладно, давай. Или что трец Сен біліп қойшы телефон деп па? 1, 2, 3. Құрметті достар, лайк басамыз, комментарий жазамыз, колокольчикті басуға ұмытпаңыздар. Бұл трецтан